Сәлем, амансыздар ма, таразылар, қымбатты жақын жандарым. Бұл сіздердің 26 жылғы тамыз айына арналған жұлдыз журналдарыңыз. Және айта кетерім, бұл қандай жұлдызнамаға қарау керек? Өте маңыздысы күн белгісі, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек, себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз таразы болса, немесе айыңыз таразы болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіздің қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоям, маған жекеге жазсаңыз болады. Туған күніңізді, ай жылыңызды және туылған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысатын боламын. Тамыз айында бізде екі тұтылу бар. 26 жылғы 12 тамызда күн тұтылуы, ал 26 жылғы 28 тамызда ай тұтылуы болады. Осы жылғы 12 мен 28 тамыз аралығында бізде тұтылулар дәлізі деп аталатын кезең болады. Бұл уақытта энергия күштірек, тұрақсыздау, толқындырақ болады. Тұтылулар дәлізінде қандай да бір шешім қабылдайтын болсаңыз, өте сақ болыңыз. Немесе бұл шешіміңізді дәл сіз қалайтын шешім екеніне 1000% сенімді болыңыз. Өйткені кейін оны өзгерту немесе кері қайтару қиын болуы мүмкін. Сонымен бәрін басынан бастайық. 7 тамызда сіздің басқарушы планетаңыз Шолпан сіздің белгіңізге, яғни жұлдыз жорамалыңыздың бірінші үйіне кіреді. Бұл жерде ол өте күшті, өз үйінде тұрғандай болады және 11 қыркүйекке дейін сол жерде болады. Демек, шамамен 1,5 ай бойы Шолпан сізге сыйлықтар, ақша, махаббат, үйлесім, сұлулық алып келеді. Сіз өте әдемі көрінесіз, әрі өзіңізден үйлесіміңіздің толқыны таралғандай әсер болады. Шолпан махаббатқа, сұлулыққа, ақша мен қаржыға, сыйлықтарға, гүлдерге жауап береді. Мүмкін сіз әдемі жерлерге барасыз, әдемі жерлерде боласыз. Шолпан жайлылықтың да планетасы, жайлылықтың сіздің өміріңізге кіреді. Сіз жайлы бір нәрсе сатып алуыңыз мүмкін, немесе әдемі қонақ үйде боласыз. Біреу сізді әдемі кешкі асқа шақыруы да мүмкін. Егер бір нәрсе туралы келіссөз жүргізіп жүрсеңіз, бұл да өте жақсы кезең, өйткені сіз оңай келісімге келесіз. Мүмкін қандай да бір мәміле жасайсыз, бір нәрсе сатасыз, бір нәрсе сатып аласыз. Үйлесім планетасы өз белгіңізде тұрған кезде бұл керемет жағдай. Қарым-қатынас тақырыбы да өте жақсы көрінеді. Шолпан махаббат пен қарым-қатынас планетасы тек романтикалық емес, кез келген қарым-қатынасқа, соның ішінде жұмыс және бизнес серіктестеріне де әсер етеді. Сондықтан 7 тамыз бен 11 қыркүйек аралығы келісімге келу, келісімшартқа қол қою, біреумен танысу, сөз салу, немесе жалпы қарым-қатынасқа қатысты кез келген нәрсенің жеңіл әрі сәтті өтетін кезең. 26 жылғы 10 тамызда Меркурий сіздің 11 үйіңізге кіреді. Ол сол жерде 26 жылғы 26 тамызға дейін болады. 11 үй өте әлеуметтік үй. Бұл кезде достармен кездесеміз, бірге қыдырамыз, шоппингке барамыз, кафеге кездесеміз, сапар ұйымдастырамыз, қызықты бір нәрсе ұйымдастырамыз. 11 үй тек достармен ғана емес, сонымен қатар топтар, ұжымдар, қауымдастықтар. Мүмкін сіз топпен туристік сапарға шығасыз, семинарға немесе конференцияға қатысасыз. Вебинар ұйымдастырасыз, немесе онлайн вебинар өткізесіз. Сізді үйлену тойына немесе туған күнге шақыру мүмкін. Жалпы қарым-қатынас көбейеді, кездесулер көбейеді, жаңа құрбы, жаңа дос пайда болуы мүмкін. Меркурий жаңалықтар мен ақпаратты да білдіреді. Достарыңызға қатысты бір жаңалық естуіңіз мүмкін. Немесе қандай да бір топқа қосыласыз. Спортзал, бассейн, музыкалық топ, хобби клубы сияқты әртүрлі топтарға қосылуыңыз мүмкін.
Қысқасы кез келген топ болуы мүмкін. Ал 26 жылғы 12 тамызда дәл осы 11 үйде күн тұтылуы болады. Бұл алдағы 1,5 жылға 18 айға арналған осы үйдегі алғашқы тұтылу. Достар, пікірлес адамдар тақырыбы өте қатты іске қосылады. Бұған дейін тұтылулар басқа үйлерде өтіп жатқан еді. Ал енді шілденің соңында кармалық түйін 12 үйден 11 үйге ауысады. Және кармалық түйіндер тұрған жерде тұтылулар басталады. Яғни кармалық түйін күн және ай қосылып тұр. 26 жылғы 12 тамызда жаңа ай болады. Ал тұтылу бұл 100 жаңа айдың күшімен тең. Бұл алғашқы күн тұтылуы, достар. Ұйымдар, топтар, ұжымдар, пікірлес адамдар жаңа бағыт, жаңа мақсаттар тақырыбын ашады. Келесі 1,5 жыл немесе 1,5 жыл бойы сіздің назарыңыз әлеуметтік және қоғамдық істерге ауысуы мүмкін. Сіз біреумен бірге бір нәрсе жасап, ұйымдастырып, бір идеяға қатты беріліп кетуіңіз мүмкін. 11 үй балалар мен махаббатқа да жауап береді. Сондықтан біреумен танысу, жүкті екеніңізді білу, баланың дүниеге келуі, ересек балаларыңыздың өмірінде қызықты, маңызды оқиғалар болуы мүмкін. Дәл осы күні 12 тамызда Марс белгісін ауыстырып, сіздің 12 үйіңізге кіреді. 10 үй жетістіктер, мәртебе, жұмыс, мансап, бизнес үшін жауап береді. Сондықтан 12 тамыздан бастап демалыстан кейін жұмысқа шығуыңыз, қызметіңіздің өсуі, бизнесте қайта ұйымдастыру жүргізуіңіз, жаңа кәсіби мақсаттар қоюыңыз мүмкін. Сіз жұмысқа көбірек энергия жұмсайсыз. Іс-сапар да болуы мүмкін. Тіпті жұмысты ауыстыру туралы шешім қабылдауыңыз да ықтимал. 26 жылғы 24 тамызда күн сіздің 12 үйіңізге кіреді. Бұл жеке жабық тыныш үйі. 26 тамызда Меркурий де сол жерге өтеді, 12 үйге. 12 үй оқшаулау. Оқшау жерлер, саяжай, жалғыз жұмыс, онлайн жұмыс, кітап жазу, емтиханға дайындалу сияқты нәрселерді білдіреді. Сіз жалғыз көбірек уақыт өткізгіңіз келеді. Басқаларға айтқыңыз келмейтін өзіңізге ғана қатысты нәрселер болуы мүмкін. Өйткені 12 үй құпиялар үйі. Мүмкін бір жаққа кету қажет болады. 12 үй алыстағы жерлерді де білдіреді. Барып қайта оралу. Кейбіреулер үшін бұл иммиграция тақырыбы болуы мүмкін. Көшуге немесе иммиграцияға құжат дайындауды бастау. Бұл үй эзотерика мен өзін-өзі тануға да қатысты. Медитация, өткен өмірлер, йога, ішкі үйлесім тақырыптары күшейеді. Кейде үйлесімге келу үшін жалғыз қалу қажет болады. Сондықтан 24 пен 26 тамыздан аралығында, одан кейінгі соңғы апта осындай тыныш ішкі үңілетін кезең болуы мүмкін. 12 үй ретриттерді, монастырларды, шипажайларды, ауруханаларды да білдіреді. Сіз тексерістен өтуіңіз немесе дәрігерге қаралуыңыз да мүмкін. Ал 28 тамызда ай тұтылуы сіздің 6 үйіңізде болады. Бұл үйде тұтылулар соңғы 1 жыл бойы жүріп келеді. 6 үй күн тәртібі, жұмыс, денсаулық, үй жануарлары, күнделікті өмірді ұйымдастыру, тамақтану, қозғалыс, стресс деңгейді, проблемаларды шешу сияқты нәрселерге жауап береді. Яғни біздің денсаулығымызға әсер ететін барлық нәрсе. 28 тамыздағы ай тұтылуы осы циклдың соңғы тұтылуы. Алдағы бірнеше жылда 6 үйде тұтылулар болмайды. Соңғы 1 жыл немесе 1,5 жылда жүріп жатқан процестің нәтижесін алуыңыз мүмкін. Жауап аласыз, қорытынды шығарасыз, тамақтануды өзгертесіз, күн тәртібін өзгертесіз, операция туралы шешім қабылдайсыз, емделу жолын таңдайсыз, дәрігерді ауыстырасыз. 6 үй жұмысқа да қатысты. Сондықтан жұмысты ауыстыру, бизнес бойынша шешім қабылдау, көмекші жалдау, ассистент алу, үй шаруасында көмекші шақыру сияқты
мәселелер де көтерілуі мүмкін. Ол үй проблемаларды шешуге де жауап береді. Егер біреумен жанжал немесе ұзаққа созылған мәселе болса, әсіресе ол бір жыл немесе 1,5 жылға созылған болса, енді сол процестің аяқталуы мүмкін. 6-шы үйдегі ай тұтылуы ажырасу кезіндегі мүлікті бөлу, келісімге келу процестің соңғы кезеңі сияқты тақырыптарды да көрсетуі мүмкін. Міне осындай қызықты тамыз күтіп тұр сіздерді, қымбатты таразылар. Сіздерді жақсы көремін. Тамыз айларыңыз керемет өтсін. Сау болыңыздар.